2025 жылға бала жоспарлап жүрген жас жігіттерге, отбасыларға айтатын кеңесім: не істеу керек? Балалы ұрпақты, сау ұрпақты әкелу үшін қандай әрекеттерге бару керек? Қандай тексеруден өту керек? Олай болса, осы тақырыптерге түсіндіріп кететін боламын. Видеоны сондай қарап шығамыз, астына лайк басып кетіңіздер. Достар, қараңыздар, ең бірінші жасайтын қадам, ол бірінші маңызды анализ, бұл спермограмма, еттің ұрығы. Ол не үшін тапсырылады? Оның құрамындағы сіздің пайызыңыз қанша, көлемі қанша, морфологиясы қанша, сіз ертең балалы мүмкіндігіңіз қанша процент екенін осы ұрықтан көре аласыз. Екінші, егер де сіз жыныстық қатынас жүрген жігіт болсаңыз, әрине сіз жаңадан үйленген болсаңыз, онда міндетті түрде жыныстық инфекцияға тапсыру керек. Өйткені егер де сіздің бойыңызда жасырын түрде жүретін болса, ол ертеңгі күні балалы болуға кедергі болуы мүмкін. Үшінші кеңесім: әрине бұл гормондар, жыныстық гормондар тексеру өте маңызды. Өйткені сіздің бойыңызда гормонның жетіспеушілігі байқалатын болса, бұл да сіздің балалы болуға кедергі келтіруі мүмкін. Әрине бұл төртінші тексеру әдісі, бұл ультрадыбыстық зерттеу. Бүйрегіңді, қуығыңды, жұмыртқаңды осы тексеру арқылы сіздің бойыңызда варикоцеле, гидроцеле, простата ауруларының қалуы байқалатын болса, оны тиісті уақытта емдейтін болсаң, өмірге салиқалы, сау ұрпақты әкелу мүмкіндігі бар. Әрине осы тексерудің өте маңыздылығы, сіз өз денсаулығыңның қанша процент екенін біле аласың. Егер осы анализдердің бәрі жақсы шығатын болса, онда сенің денсаулығың 100% сау деген сөз. Ал енді қандай патология шығатын болса, оны уақытында емдеу керек. Өйткені уақыт өтіп кетеді. Соған байланысты уақытты жібере алмау керек. Әрқашанда денсаулықты қымбат екенін түсінейік. Денсаулықты қадірлейік, достар. Әрқашанда Алла тағаланың берген аманатын әрқашанда алып жүрейік. Олай болса, достар, осы проблема сізде кездесетін болса, төменге бір қалдырып кетіңіз. Сіз тексерудің алдында қандай тексеріс өттіңіз, бала жоспарлаудың алдында қандай тексеріс өттіңіз, төменге жазып кетіңіз. Оның патологиясының, оның қорытындысы қалай шықты, міндетті түрде пікіріңізді қалдырыңыз. Осы арнамыздың өркендеуіне үлес қосып, біздің колокольчикті басып, каналға тіркеліп кетіңіз, және де осы бала жоспарлап жүрген отбасыларға осы видеоны жіберуді ұмытпаңыздар. Әрқашанда Алла тағала әрекетке берекет, әрқашанда сақтансаң Құдай сақтайды демекші, әрқашанда сақтанып алдын алып жүрейік. Аман сау болыңыздар.